Коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Бірнеше айдан бері үй қамағында отырмыз. Кеше елбасымыз жақсы жаңалықтар айтты. Енді біз саябағымызда жұмыс істеуге болады. Құрметті әріптестер, келе жатқан 1 мамыр бірлік, еңбек күні жасасын. Бұрын атам қатар айтқандай, еңбек пен оқу егіз дегендей сабақтарыңызды беріп қойсаңыздар, енді саябаққа еңбектенуге шығайық. Алға қыздар! Шырқап жүрер тәттәңін көз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма әппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Көктемде жазда күзде ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрібір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласан гүлі мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Талқаудың жаны тәтті, еңбектің мәні тәтті. Келесі эстафетаны Әл-Фараби күрестеріне